Достар, қазір сіздермен бірге электронды шақырту билетін жасаймыз. Ол үшін бізге осындай 4 приложение қажет. Ең бірінші Pinterest приложениесіне кіріп, өзімізге фон таңдап аламыз. Мен осындай детский фон таңдадым. Төбесіндегі 3 точканы басып, скачать изображение деп өзімізге сақтап аламыз. Содан соң менде iPhone болғандықтан қазақша шрифтті мен Studio приложениесі арқылы жазамын. Осылай өзімізге қажетті сөзді жазамыз, цветін келтіреміз, содан кейін қонақтың есімін жазатын осындай сызықшаны тастап кетеміз. Клиентпен ақылдаса отырып, өздеріңіз осылай сөздерді жазып шығасыздар. Мен бұл электронды шақырту билетін 2000 теңгеге бағаладым. Сіздерде өзінің қиындығына байланысты өз ценасын қойсаңыздар болады. Қазір міне студия приложениесіне өзіме сақтадым. Содан кейін Pixart приложениесіне кірдік. Pixartқа кіргеннен кейін добавить фото арқылы ақ бетті өзімізге міне добавить етеміз фотоны. Содан кейін қасында форма деп тұрады. Формадан мен осындай домалақты таңдадым. Домалақты таңдап қазір үлкейтіп қойып аламыз. Бұл бізде қазір үстіне рамкасын қойып, жаңағыдай сурет қоюға болатынын қылып қиып алу үшін осылай ақ бет таңдап жатырмыз. Енді стикерыға кіресіздер, содан кейін круглая рамка деп өзіңізге қажетті рамканы таңдасаңыздар болады. Мен міне осындай сары түсті рамканы таңдадым. Қазір енді осы біздің жаңағы формаға салған ақ бетке туралап қойып аламыз. Өзімізге сақтадық. Содан кейін Magic Eraser дейтін приложениеге кірдік. Міне ортасын бассаңыз бірден жойылып кетеді, көрдіңіздер ме? Қазір енді осыны PNG формат деп айтады. Міне PNG форматты өзіміз сақтап жатырмыз. Қазір қайтадан міне Pixartқа кірдік. Pixartқа кіріп рисовать дегенді басасыздар. Рисовайттың ішінде добавить фото дейтін бар. Соны басасыздар, сосын осылай ауыстырасыздар блинчикпен. Міне бәрі